Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен бауырдан жасалған рулет дайындайтын боламыз. Ең алдымен бауыр мен пиязымызды жақсылап ет тартқыштан өткізіп аламыз. Өткізілген бауырымыздың үстіне сүтімізді құйып, тағы да араластырамыз. Араласқан массамызға жұмыртқа, тұз, бұрыш және де дәмдеуіштерімізді салып, біркелкі массаға дейін жақсылап араластырамыз. Міне бізде осындай масса шығады. Енді бұның үстіне ұнымызды салып, тағы да біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Міне біздің қамырымыз, яғни бауырдан жасалатын рулетіміздің қамыры дайын. Енді салмасын дайындаймыз. Ұсақтап туралған пиязымызды өсімдік майында қуырып, үстіне теркадан өткізілген сәбізімізді салып, тұз және де укроп немесе көк пиязымызды салып қуырамыз. Қуырылған салмамызды қағаз майлықтың үстіне саламыз, яғни бізде артық майымызды алып тастау үшін. Қамырымызды қызып тұрған пешке саламыз, яғни менде 170 градус. Енді 10 минуттан кейін қамырымызды алып, рулетімізді араларын осылай ағаш таяқшаның көмегімен шұқып шығамыз, яғни ортасы шикі болып піспеу үшін. Тағы да 5 минутқа пешке салып аламыз. Міне біздің бауыр рулетіміздің қамыры дайын. Астындағы қағаз, пергамент қағазын екі қолдың көмегімен ақырындап жайлап аламыз. Енді үстіне салмасын саламыз. Міне менде артық майын өзіне алып алды. Салмасын жақсылап жайып, шетінен азғана қалдырамыз, яғни астында ораған кезде астында қалу үшін. Бетіне ұсақтап туралған сарымсағымызды сеуіп, тегістеп майонез жағып шығамыз. Енді бауырымызды ақырындап орай бастаймыз. Пищевой пленканың көмегімен екі жанынан ұстай отырып, нығыздау етіп ораймыз. Міне рулетіміз дайын. Енді пищевой пленканың сыртынан орап, яғни мұздатқышқа 1 сағатқа қоямыз. Рулетіміз дайын. Сіздермен болған жібек. Ұнаса пікір қалдырып, лайк баса кетіңіздер.